Қарағанды облысы әкімінің міндетін атқарушы Жеңіс Қасымбек Facebook желісіндегі ресми парақшасында суға батқан көліктен адамдарды құтқарып қалған екі азаматқа 5 миллион теңгеден бергенін айтты. Президентіміз ұлықтау рәсімінде нағыз қахрамандардың халық арасында екенін айтқан еді. Соның дәлелінде біздің жерлестеріміз Оразалы Асылханов пен Думан Кәкенов екі әйел мен екі баланы құтқарып, оларға алғашқы медициналық көмекті көрсетіп, кәсіби деңгейде әрекет етті. Бұқар Жырау ауданының тұрғыны Думан Кәкенов суға батып бара жатқан көлікті көріп, осы көліктің жолаушысы болған Оразалыға жолаушыларды құтқаруға бағытталған алғашқы шараларды іске асыруға көмектесті, дейді Жеңіс Қасымбек. Оның айтуынша, екі тұрғынның жедел қабылданған іс-шараларының арқасында қайғылы жағдайға жол берілмеген. Соған байланысты Думан Кәкенов пен Оразалы Асылхановты 5 миллион теңге көлеміндегі сыйақымен көтермелеу туралы шешім қабылдадым. Сонымен қатар Оразалыны жұмысқа орналастыруға жәрдем көрсетеміз. Бұған қоса Қарағанды облысының төтенше жағдай департаменті бұл жігіттерді марапаттауға ұсынатын болады, дейді облыс әкімінің міндетін атқарушы. Жолаушылары бар көлік Нұра өзені арқылы өтпек болған кезде мұз жарылып суға бата бастаған. Осы кезде көлікте әйелімен бірге болған Оразалы Асылханов бірінші өзі көліктен шығып, дереу басқа адамдарды құтқаруға кіріскен. Суға батып бара жатқан көлікті көріп, сол маңда жүрген Думан Кәкенов оларға көмекке келген.